Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі, яғни 66 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Дәл қазіргі сәтте нөмір 15 орында тұрған кезінде UFC 303 турнирінде Диего Лопеспен небәрі 3 сағат қалғанда кездесуді қабылдаған американдық, нағыз америкалық гангстерлердің бірі деп айтсақ қателеспейтін Дэн Игемен осы топ 15-ке кіргісі келетін Американың Миссури штатының атынан өнер көрсететін Шон Вудсон арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік ұзын тұра бойлы Шон Вудсонды фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей, бұл жауынгердің жалпы тік тұрып соғысуы мен бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Шон Вудсон жалпы Шон О'Мейли секілді арық болғанмен де бұл жауынгердің соққылары қарсыластарына дәл тиеді, және де қарсыластарын нокаут пен техникалық нокаутқа түсіруге бұл жауынгер әбден құмарақ. Ал біз білетінде Дэн Игенің жалпы бокс стилі тік тұрып соғысу стилінде өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің грэпплинг стилінде өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Шон Вудсон Дэн Игені техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. However, Padilla. Oh my goodness. Wow.